Сәлем достар, 2022 жылы көктемде осылай оқуға барғанбыз Астанаға. Жұмыс орным осылай Хайвилдан бізге арендовать етті. Осындай бәрімізге есімімізбен осындай карточкалар берді. Хайвилда мен сондай керемет боп киініп алғам ғой өзімше. Мына неге шыққам? Дүкен бар екен екінші этажында. Мына жерде кардиологиядан бізге сабақ беріп атқан Кокошка деген кісі. Бұл нефрологиядан бізге сабақ беріп жатыр. Өзімше фото түскен тұрмын ғой. Сосын осылай бәріміз менің жұмыстағы как будет coworkers ағылшынша, қазақшасын ұмытып қалдым ғой. Бірге жұмыс жасайтын дәрігерлермен бірге түскен фотомыз естелік болсын деп. Осылай мына жерде бізге машина жалдап берді. Осылай кешке Жайна деген дос қызым шақырған. Екеуміз осы Хайвилдің жанында кофейня бар екен, сол жерге барып кофе іштік. Фотоға түскен түріміз ғой. Сосын міне осындай бөлме жалдап берді. Бір бөлме ортасын бөліп қойған. Ішінде тамақ істейтін жері бәрі бір бөлменің ішінде. Енді Хайвилдің несі керемет екен фотоға түскенге. Осы жанымызда осындай мешіт, Хазірет Сұлтан мешіті. Сосын бәріміз бірге жиналып тамақ іштік. Міне отырмыз дәрігерлермен. Осындай естелік болды. Осы барған кезімізде өте көп білім алдық. Әсіресе нефрология өте маған ұнады. Осыны оқып жүріп нефролог болғым келіп кетті. Резидентураға нефрология мамандығына түссем бе екен деген ойлар келді. Сау саламат болыңыздар.